Армысыздар, құрметті мұсылман қауым. Бүгінгі келіп жеткен ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын ағайын. Сонау тарихымыз терең ұлы жібек жолының бойында орналасқан сонау өзбек ағайындарымыз, қырғыз ағайындарымыз осы уақытқа дейін көршілес жатқан бауырларымызбен бүгінгі Наурыз мерекесін бірге тойлап отқан жайымыз бар. Құрметті Шахрисабз мемлекеттік музей қорығы ұжымын және де Сүлейман То ұлттық тарихи археологиялық музей ұжымын бүгінгі Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Еңбектеріңізге жемісті болуына және де дендеріңіз сау, бастарыңыз аман, отбасыларыңызға шаттық, мереке тілеймін. Әрқашан осылай тарихымыз жандана берсін, жақсылықта жүздесейік. Шығыстан жалын тарады, жер бусанар жатты будай, күн теңесіп төмен қалады, қалаған соны құдай. Түркістан тасы ерді көктем, көзімнің жасы ай-ау еркем. Наурыз, наурыз, жылы жел келді, ай-ай, сарымай, тары көже төгілді, ақтады жайдау, ай-ай. Наурыз, наурыз, жылы жел келді, ай-ай, сарымай, тары көже төгілді, ақтады жайдау, ай-ай. Қарасаң алтын мейрам адамнан келді арай, жыр бетті жасыл сайран, сары дала әнмен шырай. Түркістан тасы ерді көктем, көзімнің жасы ай-ау еркем. Наурыз, наурыз, жылы жел келді, ай-ай, сарымай, тары көже төгілді, ақтады жайдау, ай-ай. Наурыз, наурыз, жылы жел келді, ай-ай, сарымай, тары көже төгілді, ақтады жайдау, ай-ай. Наурыз, наурыз, жылы жел келді, ай-ай, сарымай, тары көже төгілді, ақтады жайдау, ай-ай. Наурыз, наурыз. 2022 жылдың жыл ажырап, жыл тоғышқан, күн менен түн теңеліп, қараңғылық жарыққа кезек берген жарықшылығымыз көбірек бола тұрған мезгіл еселен өтіп жатқан күніміз менен мен барлық замандаштарды, ошол Борбордук Азияда жашаған бір туған елдерде, алардын içinden ушул комшулаш өзбек, қазақ елін өзімнің атыман, жалпы жамаатымның атынан құттап кетмекчимин. Норуздун негизги аруу тилек менен өздөрүнө жараткандан суранып
жакшылык тилеп жасаган тамактарынын бири бул сүмөлөк. Биз жараткандан жакшы ниет тилек кылып, жалпы жамаатыбыз биригип, өзүбүздүн жан дүйнөбүздөн чыккан жакшы ниет тилектерибизди билдирип, сүмөлөгүбүздү жасадык. Тамырларга жылуулук келип кайра, тайкунандай тойлашат сулар сайдан. Ар бир үйгө тарытылат тазалыкты, ар бир жаңа косунат Норуз майрам. Алас алас алас, сарыла леген алас, эски жыл кетти жаңы күн. Жакшылыкка жар бол, кырман толудан бол. Алас алас алас, сарыла леген алас, сүмөлөк 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 жегиле. Акбата 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 бергиле. Бакыт тиккен бабаңга, баба дыйканга, жанада 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 менин күмү. Калайсыңдар? Багым, салем. Мынау биздин кыргыздардан көктем келгенде биринчи. Биз казактар Наурыз көжө жасаймыз ғой, буларда сүмөлөк деп мынандай кылып туруп, сону саламыз, кешке чейин араластырып, анан жауып коямыз, эртең ашамыз. Сонда бул коюланып, неме чыгат. Бидайды өндүрөбүз, бидай основной бидайды өндүрүп, алгашкы көктем келди деп, алгашкы көктем күндө сүнтүп сүмөлөк писирет. Кыргыздарда салт сондай. Казактарда Наурыз көжө болса, буларда сүмөлөк писирет. Мына айналдырып, мындай кылып араластырып атамыз бәріміз. Жұмыста сүмөлөк өткөрүп атамыз. Наурыз көжө сендер өткөргөндөй. Саманчынын жолундай сабын бузбай, айлар өтүп жыл толуп келди кайра. Ала тонун ичине айылыма, арулуктун өзүндөй Норуз майрам. Алас алас алас, сарыла леген калас, эски жыл кетти жаңы жыл кетти. Жакшылыкка жар бол, кырман толудан бол. Алас алас алас, сарыла леген калас, сүмөлөк 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 жегиле. Акбата 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 бергиле. Бакыт тиккен бабаңга, баба дыйканга, жанада 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 менин эл күнүм. Кудай буйруса, келечекте муну биз ушу айылыбызда коңшулаш жашаган казак, өзбек бир туугандарыбыз менен дагы чогуу ушундай майрамдарыбызды жалпы чогуу өткөрөбүз деген ниет тилегибиз бар. Наступил самый долгожданный, светлый и теплый праздник Навруз. Навруз отмечают на территории не только Узбекистана, но и Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Афганистана, Азербайджана, Турции, некоторых регионах России и даже Китая. Издревле в земледельческих оазисах Узбекистана справлялись народные гуляния, которые сопровождались народными песнями и танцами. Главным среди обычаев в Узбекистане, который сохранился и остается по сей день, это традиция приготовления сумалят. Издревле в земледельческих оазисах Узбекистана справлялись массовые народные гуляния, организовывались базары, устраивались конные скачки, и самые из известных и любимейших игр и соревнований является купкары, который